Әр нәрсенің өз әдебі бар ғой. Сол сияқты өз тамақтың әдебі бар. Тамақтанудың әдебі бар. Сол дастарханның әдебі деп те айтсақ болады. Шариғатта айтылған тағамның берекесі тамақтан бұрын қол жуу және тамақ жеп болғаннан кейін де қол жуу. Бұл тамақтың берекесі деген хадисте. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Тамақ жегенде бірінші бисмиллямен бастайды. Алланың атымен бастайды. Шариғатта бар ғой, Алланың атымен басталмаған іске ол шайтан бірге қосылады деп. Демек, тамақ жегенде бисмилля рахман рахим деп, мейірімді рахымды Алланың атымен бастаймын деп бастамаса, онда шайтан да сол тамақты бірге жейді деген, қосылып жейді, ішеді деген мәселе. Бізді баяғыда да солай үйрететін, кішкентайымызда есімізде, дастарханда тамақты әуелі үлкен кісі бастау керек. Үлкен кісі бастау керек. Атамыз, көкеміз, үлкен кісілер бастағаннан кейін, енді үйде әкеміз бастайды ғой, бірінші әкеміз бастап беріп, одан кейін барып біз аламыз мысалы. Міне, бұл керемет, бұл әдеп, мәдениет дейміз ғой қазір. Енді тамақ алғанда, дастарханда адам өзінің алдынан алып жеу керек. Біреудің алдында ет бар екен, қазы бар екен деп, мысалға, менің жақсы көретін нәрсем бар екен деп, біреудің алдынан алып жеу ол ұят болады, әдепсіз болады негізі. Сондықтан әр адам тек қана өзінің алдынан алып жеген дұрыс болады. Ал егерде біреу алып беріп отса, ол болады жеуге. Біреу үлкен кісілер сарқыт дейді, менің қолымнан же дейді, тоқса деп сөйтіп айтып жатады. Әрине, адам тамақ жеген кезде енді асықпай жеу керек, қомақайланып дейді ғой, оны асықпай жеу керек. Асықпай ішу керек тамақты. Тамақты әрине оң қолмен жеу керек адам, оң қолмен жеу керек. Бір саусақпен, екі саусақпен жемесін дейді. Ол менмендіктің, тәкаппарлықтың белгісі болып қалады дейді. Екі саусақ, бір саусақпен. Тамақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям 3 саусақпен алып жеген дейді. 3 саусақпен. 3 саусақ, 5 саусақ, қамыр жегенде, ет жегенде былай алып жейміз ғой енді мысалы. Сондықтан сол пайғамбарымыздың сүннетімен 3 саусақ, ары қарай 4-5 саусақ былай ала бересіз. Бірақ 2 саусақпен, 1 саусақпен бұл макрух, негізі әдепсіз болады екен, негізі тамақ жеу. Әрине, жаңа айтып отырмын, тамақты асықпай, пайымдап жеу керек адам деген, Сонда ол сіңімді болады, пайдалы болады, иншалла. Тамақты бастағанда бисмиллямен бастаймыз ең әуелі. Тамақты жеп бітіргеннен кейін ол Аллаға шүкір айтамыз. Альхамдулилля дейміз, альхамдулилля раббил аламин дейміз, Құдайға шүкір осындай неғмет бергеніңе, рызықтандырғаныңа деп жақсы бет сипап, қол жайып, дұға қылып, Алладан жақсылық тілеп, шүкіршілік етіп сөйтіп тұрамыз мәселен.